Сәлем бәріңізге, қалайсыздар? Біз бүгін отбасымызбен шықтық. Отбасымызда Аружан ғана жоқ. Білесіздер ғой, шаңыраққа кетті. Слипін алып алдым. Папамыздың очкиі, соткасы. Айша баланы алып шығып кетті далаға. Бүгін біз өте жеңіл киініп алдық. Даже Мұстафаны жеңіл киіндіріп алдық. Безрукавка кигізіп алдық. Сол, қаяққа баратынымызды білмейміз. Кішкене қыдырып қайтайық, серуендеп қайтайық деп шығып бара жатырмыз. Прям ауа райы енді күшті. Қараңыздар, дала деген қандай уже паркке адамдар үйіліп келіп жатыр ғой. Күшті десе күшті болып тұр. Вот мен осылай киініп алдым. Розовый спортивкамен, қарамен розовыйды. Айнаны күн сүртіпті. Розовый мен қара болып киініп алдым. Короче, орамалым да розовый, негізі ақ емес. Апортқа келдік. Билеп жатыр кішкентай қыздар. Ауыз ашарға тапсырыс беріп кетейік деп келдік ең бірінші. Сосын киноға барамыз. Ужас дауыс деген. Кино қарап жатыр, қандай киноға кірсек екен деп. Детский лау кішкене. Білмейміз, қазір көреміз. Кола мен фри ала тұрайық деп жатырмыз пока. Нағыз фри деп. Қазір сол жүреміз әлі. Айтпақшы, киноға билет жоқ болды, я? Вообще бір киноға билет жоқ, прикиньте. Сонымен не істеріміз білмей тұрмыз енді мынаның ішінде. Кешкі 6-ға дейін. Фриін салып жатыр. Кеттік, ал жүрейік ал. Рахмет. Нутрилон ішеміз ғой біз әлі. 3790 дейді. Біз жақта бұл минимальный 7000 тұрады, я. 10.000-ға дейін барады. Қазір бұл срогы да өтпеген, уақыты бәрі дұрыс екен. Алдында біреу жазды, срог өткен жоқ па депші. Жоқ, срогы бәрі дұрыс екен. Мінеке срогы 2025-ке дейін. 23-те шыққан 7-ші айда. Осыдан 2-3 пачкасын бірақ алып алғым кеп тұр. Бағаларын қайдан білуге болады? Мынаның? Мен сізді орыс екен де қалдым ғой. Саламатсыз. Орыс емес. Көп тұңғылды. Сіз не керек қой? Не керек? Бағасы қазір. Иә. 5000 екен, короче, екеу алатын болдым. Аха, рахмет. Екеу алайын ба, үшеу алайын ба? Білмей тұрмын. Сато деген андай да, бір бітіп кетеді ау деп қорықпайсың ғой, короче. Иә, короче, мынаны алатын болдық, мынаны емес. Мынау қараңыздар, вдвойне үлкен. Қаяққа кетті. Короче, мынау 1200, міне 1-2, ал мынау 600 екен ғой. Сондықтан да үлкен алып жатырмыз. Памперс алып жатырмыз. Ойыншық таңдай алмай жатырмын, іліп қоятыншы. Мынандай ма, жоқ мынандай ма, мынандай ма, таңдай алмай тұрмын. Мынаның астында да мынандай бар екен. Айша, нан алайын ба елей? Коляскасына бірдеңкеге іліп қойған қашы. Өзіне қареп алып. Қайтадан карташы қызып алдым. Алдыңғы номерімді еді, онан жаңа номерім аштырдым. Ойнайтын жерде отырмыз енді, маған қараңыздар. Адам көп. Кетті міне екеуі. Бала көп, маманың ішінде ужас. Мынау сонда үлкен екен, қараңыздар. Аяқтан басталады былайда. Мына жақтың бәрі ғой, короче. Намаз оқитын жер тауып алдық. Коляскамызда всегда осы жай намаз болады, рахат болды. Осы намаз оқып аламыз арасында. Қалай табамыз деп уайымдап жүрдік, мына жерде ойнап жүр екен екеуі. Бірақ бізге әлі қарамады. Айша екеуміз қашып шықтық, құрсын. Папасына сен тұршы, пожалуйста, миым ауырып кетті. Сонымен папасы екеуін күтіп, қарап тұр. Бізді бәрі танып жатыр мына жақта. Апорт, Кульжинский трасса деген апортта. Почти жартысы біздің подписчик қой. Келіп суретке түсіп, сөйтіп жатырмыз. Айшаға мороженое алып кеш деп жібердім. Мороженое жеп отырайық деп. Балам ұйықтап жатыр пока. Ұйықтап жатқан кезде
кішкене демалып алмасақ. Міне әкеле жатыр. О, банановый ма? А чё бірақ су алдың ішетін? Өзіне іш. Колама бірдеме алмадым өзіме. Мына қараңыздар. Екемізге жетеді, мынау мен таусамаймын. Мен мынандай мороженныйдың өзін үйде таусамаймын ғой, мыналарға бере салам. Жақсы болды. Ас болсын. Магазин аралап жүрміз. Дым таба алмай жатыр. Айша, міне трико мында бар екен. Міне трико. Бергісі қашып тұр ғой. Вот трико. Сол аралап жүрміз, әлі жүрміз. Мамады, короче. Неге ұнамай тұр, бұл әдемі тұр ғой. Просто андағында кроссовкамен. Арзыш көреді. Вроде нормально сияқты өте. Ұнамай тұр. Қай жерді ұнамай тұр? Алатын болды жаңағы триконы. Ұнайды дейді, біресе ұнамайды дейді. Қай жерді ұнамай тұрған өзі білмей тұр ғой, получается. Сонымен алатын болды. Ауыз ашып алдым уже. Все, кетіп баратырмыз. Ойнап, тамақтарын жеп, сөйтіп болды. Енді үйге қайтып бара жатырмыз. Адамдар азайып жатыр, шүкір әйтеуір мына жақта. Мұхаммеджан әне бургер с собой алып алдық. Бұлар жаңа жеп үлгермеді, ойнап. Үшеуісіне 3 бургер с собой салып алдық, қазір үйге барып жетеді. Мұстафа абымды мінеке киімін кигізбей бете салдың, Айшаның күрткісін орай салдың. Жаңа қалған ойыншығымыз. Unpacking. Мұстафа емес Айша екеуміз ойнайық деп жатырық. Ойбай, бір ана әдемі қылып ашуға болмай ма? Жерінде жоқ екен, әдемі қылып ашатын. Қыз. Айбай. Бір шықылдамай ма? Жоқ, астын ұстайды, по-моему, шы. Вау! Бірінші істейтін сияқты, мына жерде бір тверді нәрсе тұр. Өлең өтпейді. Не істейді екен енді? Мынау тістеген не жақсы шығар? Пластмасс па еді? Мынаны ұстап көрмеші? Резина екен күшті. Ұстап көрмеші? Айбай, мынау не? Мынандай ғой. Ой. Балам жылап кетті, бер енді ойыншығын. Чик. Оны просто манежге бітіп кеткен ғой. 3 айдан бастап дейді. Уже қырмен жатқыз қойсын. Демалып жатсам, Фатимам осындайын әкепті өзінікін. Жаңа с собой алып едік қой, соған енді жеп жатыр екен. Шаршап жатырмын. Мұстафаны жуындырып болдық Айша екеуміз. Уф деп. Неше күнде бір жуындырып жүрміз, Айша? 5 күнде бір жуындырып жүрміз. Жаңа ауызашардан қалған қуырдақты жеп отырмын енді. Мұстафалар не көріп жатыр, Айша екеуі телевизор көріп жатыр. Достар, мен Brawl Stars деген ойында мына Star Drop'та қазір Мұстафа ашады. Давай Мұстафа. Жаңа күшті нәрсе ашып берді. Не ашты? Сверхредкий монета 100. Да? Болмай қалды ма? Жоқ, жаңағына маған не түсті айтайын ба? Көрсетші не ашып берді жаңа. Қайда ма? Күшті нәрсе ашып берді жаңа. Мына ғой. Осыны ашып берді. Молодец. Түф дегі. Кешке дейін кукла ойнайды. Не, мына жер. Почти міне мына термоковриктің іші осыныкі. Шықпайды, ешкімді кіргізбейді, ешкімді шығармайды бұл жерден. Өзі ғана ойнайды. Не істеп өтсің анда қолыңдағы не? Вата. Онымен не істейсің? Көрейік ал. Подушка стим. О, боже. Көрейік ал подушкасын. Туалетный бумаганы бүктеді. Ойбай. Уана, скотышқа чемодан жабыстырып болған ғой. Я да. Шатасы қалмас үшін ба? Я. Өткені шатай. Не швабралары тұр. Мынау контейнердің ішіне біраз нәрсе салып қойыпты. Бала шағасы
Мында бір қызы бір аяғы жоқ қисайып жатыр. Мында біреу бала шағаң бәрі шашырап кетті ғой қызым. Мен аяқта жатыр. Ойбай, мынау неше бала шағаң бар сенің? Мен бәрін қыз жинаймын. Бәрін орналастырасың ба? Мен қазір постан анандай істеп жатқан ғой мен. Анау. Қайсындай? Мен как-то по-другому бәрі істеп жатқанмын. Мына қарасаңыздаршы. Міне, әке көрсетейінші подушкасын. Міне мынандай болды ғой, иә? Міне мынандай болды ғой, соны скотч ұстап еді. Мынандай подушка болды енді. Мә, қайсал? Көрейік ал подушкасын. Міне. Жаным ау, өзі тіге алмай дейді. Не көрдіңіздер ме? Күшті подушка болды. Үстінде киімі жоқ па не қызыңның? Бір аяғы жоқ, байқұс инвалид, еще киімі жоқ. Не, еще мынандай 2 этаж үйде тұрады, 3 этаж үйде. Бірақ аяғы жоқ деген қалай кетті? Хотя үстіне кигіз құрсын, қаншама адам көріп отыр. Сіз, конечно, кигізбейді. Сіз маған бір нәрсе бермейміз кигіз. Не нәрсе беруім керек мен? Сіз маған бір нәрсе керексіз. Например? Бір ақша, мен соған одежда алам. Ой, өзің тігіп кигізбейсің ба? Баяғыда өзіміз тігетін едік қой құрсын. Фатима тіге алмайды енді Аружанға тіктірмесең. На байқұста тыр жалаңаш. В общем, бүткіл бала шағасы тыр жалаңаш. Қараңыз, бала шағасы да, мамасы да. Мына байқұс киініпті әйтеуір, Құдайға шүкір. Қайсы, міне подушкалар, қараңыздар. 2 подушка. Аппақ подушка ғой, гостиницаның подушкалары. Өзі риза болып тұр ғой, секіріп тұр ғой өзі. Жаным ау. Әлі. Бір аяғы қайда құрсын? Папасы жату керек екен қасына. Папасында киім бар почему-то. Папасы киім бар болсын. Мына кісі не көрсеткісі кеп тұр? Мынау неше этаж құрсын? Мына жақта көп, 4 этаж. Мына қараңыздар, мына жақта қанша үй? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не ол? Үйлер. 8 үй ма? И 4 этаж. Біздер мына қараңыздар. Мынаған қаншама уақыт кешке дейін құрайтыны осы бұның. Мына жақта мынандай Динозавр. Дракон. Мынаны адамның аузын жұққағысы келіп тұр. Адам кіріп апты. Сосын бар мынау ұстап тұр, жұқ қоймау үшін. Мынада корабльда летающий. Міне өсті ойнайды балам. Айбай құлатып ама. Күшті екен балам, күшті екен, красавчик. Проект.